Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен керемет дәмді болып шығатын жұп-жұмсақ үлпілдек бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су, ұн, қаймақ, ашытқы, шекер және сұйық май қажет болады. Ең алдымен кішкене жылы суымызға қантымызды салып, үстінен ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз және бөлме температурасында 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Ашытқымыз дайын болған соң, жылы сүтімізді, суымызды құйып, ашытқымызды салып араластырып, үстіне тұзымызды, сұйық майымызды, қаймағымызды саламыз. Осы қоспалардың барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң, үстіне алдын ала електен өткізілген бөлме температурасындағы ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алған соң, бетін жауып, жылы жерге орап, 1 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды қайтара илеп, 15 минутқа тағы қалдырамыз. Ашыған қамырымызды 3 бөлікке бөліп күлшелейміз және орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайылған қамырымызды бетін жауып, 10 минутқа көтерілуге қоямыз. Одан соң арнайы формамен бауырсақтарымызды кесіп аламыз және тағы да 10 минутқа қоямыз. Көтерілген қамырымызды қызып тұрған майға екі жағын кезек-кезек алмастырып пісіріп аламыз. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын, ас болсын. Осы үлпілдек керемет жұп-жұмсақ болып, бір жасағаннан шығатын бауырсақ рецептісімен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.